Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгін біз бақ өсіру пәні бойынша дәрісті бастаймыз. 13-ші дәрістің тақырыбы қарылған немесе тұшала дақылын өсіру технологиясы. Қарастырылатын сұрақтар: қарылғанның биологиялық сипаттамасы, өсіруі, аурулар мен зиянкестерді жинау және сақтау. Қарылған немесе тұшала қарылған тұқымдасына жататын көп жылдық өсімдік. Қарылған аса үлкен емес бұта тектес өсімдік, биіктігі метр жарым болады. Бұталар тікенекті, жапырағының пішіні 3 қалақты, жартылай түкті. Гүлінің түсі жасыл, қызыл аралас болып келеді. Жемісінің пішіні домалақ, түсі сары, жасыл, қызыл. Жемісі шілде, тамыз айларында піседі. 35-45 жылға дейін өмір сүреді. Әдетте отырғызғаннан кейін 2-3 жылдан соң ғана жеміс береді. 5-6 жылдары бір түптен 20 килограмм өнім алуға болады. Қарылғаның отаны батыс Европа, солтүстік Америка. Сонымен қатар табиғи түрлері Кавказда, Украина, Орта Азия елдерінде кездеседі. Тамырлары қарақатқа қарағанда жақсы дамыған, 40-10 см тереңдікке жатады. Бірақ тамыр арқылы көбеймейді, себебі оның қосалқы тамырлары болмайды. Оның қызметін бүршіктер атқарады. Қарылған бұтасы қыстың қатты суығына төзімсіз үсіп қалады. Қолданылуы: әлемде екпе қарылғанның 1000 жарымнан астам түрі бар. Дәмі және құрамы жағынан жүзімге ұқсас болғандықтан қарылғанды кейде солтүстік жүзім деп атайды. Қарылғанның бір ерекшелігі оның жемісін пісуінің кез келген сатысында пайдалануға болады. Десерт ретінде табиғи қалпында қолданыла береді. Піскен қарылғаннан өте дәмді тосап, жас қарылғаннан өте дәмді сусын жасайды. Қарылған құрамында болатын пектиндер ағзадан ауыр металдар мен тұздарды шығаруға көмектеседі. 100 грамм қарылған құрамында 65% су, 23% натрий, 170 мг калий, 22 мг кальций, магний, фосфор және темір болады. Бұл элементтердің барлығы қарылғанға органикалық қоспалар күйінде болады. Демек, ағзада оңай қорытылады. Қарылған қан аздық кезінде жақсы көмектеседі. Сондай-ақ қан ұю реттегіш қасиетке де ие. Қарылғанның түрлерінен басқа оның туыстары да болады. Мысалы, қарақат қарылған тұқымдасына жатады. Қарақат пен қарылғанды будандастыру арқылы жидек алынған. Бақша жидектерінің ортасында қарылған ең өнімдісі болып табылады. Себебі ол 10 немесе одан да көп жыл жеміс бере береді. Егер жақсы күтім жасалса, бұтақтан 30 килограммға дейін жидек алынуға болады. Қарылғанды оны қолдану мақсатына байланысты әртүрлі пісу этапында жинауға болады. Тосап дайындау үшін қарылғанды әлі толықтай піспей қойған кезде де жинаған дұрыс. Қарылғанның құрамындағы дәрумендер: қарылған B1, B2, B6, B9 дәрумендеріне, А, С, Е дәрумендеріне, сонымен қатар микро-макро элементтерге бай. Ол ағзаны әлдендіретін, ісікке қарсы немесе байдағыш, өт айдайтын, қан тоқтататын және сергітетін әсерге ие. Қарылғанды отырғызу: жидек дақылдары арасында бақша учаскелерінде таралу бойынша қарылған қарақат пен құлпынайдан кейін екінші орында келеді. Әртүрлі сорттарында құрғақшылық пен аязға төзімділік көрсеткіштері айтарлықтай ерекшеленеді. Қарылған ылғалды жақсы көретін өсімдік болып табылады. Олар суық ауа райын ұнатпайды және құрғақшылықтан зардап шегеді. Жақсы өседі, топырақты жергілікті ылғалдылықпен жеміс береді. Суаруы жиі және орташа болу керек. Әсіресе гүлдену мен жемістерінің пісуі кезінде. Қарылған әртүрлі дәрежеде ұнтақты көгерудің зиянды әсерінен ұшырайтынын ескергенде жөн. Отырғызу туралы қосымша кеңестер: бұл дақыл топырақтың барлық түрлерінде өсе алады, бірақ ол бейтарап немесе сілтілі реакциясы бар сазды, құмды топырақтарда жақсы өседі.
жарықтанудың жоқтығы, жерасты суларының сазды, қышқыл немесе сулы топырақтардың жақын орналасуы оның дамуына қатты әсер етеді. Сондықтан отырғызу үшін күн шуақты, құмды, сазды және топырақты жерді таңдаған дұрыс. Қарылғанға арналған отырғызудың оңтайлы мөлшері 40-50 см тереңдікте 35-40 см құрайды. Әр шұңқырда аз мөлшерде ағаш күлгінін, кальций хлоридін, мочибені, суперфосфат қосуға болады. Отырғызу көктемде және күзде де жақсы оңтайлы болып есептеледі, бірақ қыркүйектің соңы, қазан айының басы бұл үшін ең жақсы кезең. Мұндай өсімдіктер суық қыс мезгіліне дейін күшейіп, тамыр жайып үлгереді. Көктемде олар вегетациялық кезеңге уақытылы кіре алады. Қарылған отырғызу техникасы. Егер отырғызу қатарынан бірнеше өсімдіктерді қамтыса, оның ара қашықтығы кемінде 1-1,5 метр болу керек. 2-4 бүршігі бар 5 сантиметрге дейін. Қарылған жыл сайын санитарлық және формативті кесуге мұқтаж. Ол үшін өте ерте көктемде барлық әлсіз өркендер мен бұтақтарды алып тастап, бұтақтарда 2-4 жақсы дамыған бүршік қалдырамыз. Жемісті бұтақтарды жақсарту үшін 6-8 жастағы бұтақтарды да алып тастау ұсынылады. Қарылғанның сорттары. Қарылған танымал сорттары: Маша, пряник, қарат, изумруд сорттары белгілі. Қарылғанды жинау және сақтау. Қарылған тез бұзылатын, нәзік құрылымды жидек болғандықтан, оны дұрыс уақытта жинау, сақтау және тиімді әдістерді қолдану маңызды. Жинау мерзімі, тәсілі, сақтау температурасының, өнімнің сапасы ұзақ сақталуына тікелей әсер етеді. Пісу мерзімі. Қарылғанның пісуі сортына және аймақтың климатына байланысты. Олар ерте, орташа және кеш пісетін болып бөлінеді. Пісу дәрежесі бойынша қарылған екі түрлі пісу дәрежесінде жинақталады: аспаздық және тұтынуға. Аспаздық пісуге піскен кезде олардан тосап, джем, компот дайындалады, тұтынуға жаңа жеуге арналған жемістер пайдаланылады. Сақтау. Жаңа күйінде сақтау, қысқы мерзімде сақтау, бөлме температурасында 1-2 күнде және салқын жерлерде 4-5 күнде, тоңазытқышта 5 Цельсий градуста, ылғалдығы 85-90%-да 7-10 күнде сақтауға болады. Қорыта келе, қарылған жарық сүйгіз, аязға төзімді бұта, құнарлы топырақта жақсы өседі. Өнімге кіруі 2-3 жылдан кейін басталады. Ең өнімді жылы 6-7 жыл. Көбейту кезінде сабақтар, жасыл қалемшелер және тамырландыру арқылы жүзеге асырылады. Қарылғанды өсіруде дұрыс отырғызу, жүйелі суару, тыңайтқыш беру, кесу және аурулар мен зиянкестерден қорғау маңызды. Жемістері толық піскенде жиналады және техникамен өңдеуге де болады. Дұрыс агротехникалық шараларды қолдану арқылы жоғары сапалы және мол өнім алуға болады. Келесі слайдта бақылау сұрақтары берілген. Сұраққа жауап беруіңіз сұралады. Дәріс аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.